Жақсы достар, біздер сауалымызды жалғастыра берейік. Бірінші нұсқаға 25-ші сұрақ келді. Латын Америкасы аумағындағы ірі өзен немесе өзендер. Әрбір өзенді жеке-жеке қай жерде орналасқаны туралы талқылайтын боламыз. Және де Латын Америкасы қай аумақта. Ол үшін бізге карта керек болады. Жалпы географияның екінші тілі, яғни географияның тілі бір сөзбен айтқанда ол бізде не? Карта. Егер сіздің қолыңызға карта беріп қойса, және де сол картаның көмегімен тоқтамай бір сағаттап та сөйлеп шығуға болатындығын ескеру керек. Кеттік. Жалпы Латын Америкасы ол бізде солтүстік Американың, яғни Мексиканың оңтүстік бөлігінен бастап, яғни оңтүстік бөлігінде аралдық елдердің көбісінен толыққанды оңтүстік Американы алып жатыр. Демек, қазір қараңыздар, осы бір объектіні толыққанды алып жатыр. Міне. Енді су кірмейді, жалпы бірақ құрлық ретінде кіреді. Түсінікті ме? Осы жердегі аралдар болсын, жалпы ол бізде не? Латын Америкасы деп аталады. Яғни бізге осы бір жердегі өзен керек қазір. Осы өзенді жауап ретінде, дұрыс ретінде не істейміз, белгілейміз. Латын Америкасы түсінікті ғой, иә? Қысқаша айтқан кезде. Енді кеттік жеке-жеке жауаптарды талқылайық. Бірінші жауабымыз Енисей. Енисей өзені бізде қай жерде? Енисей өзені міне кеттік. Енисей өзені. Міне Енисей өзені бізде Ресей жерінде, солтүстік мұзды мұхитқа барып Ресейді құяды екен. Демек, дұрыс жауаптан естейміз, тастай берсек болады. Латын Америкасында емес. Екінші өзен Хуанхэ. Хуанхэ өзені міне. Көріп тұрсыздар ма? Хуанхэ. Қайда құяды? Тынық мұхитына. Демек, ол да бізде неде? Евразияда. Дұрыс жауаптан естейміз, тастай береміз. Үшінші жауап Амазонка. С жауабы. Амазонка қайда? Міне, ең ірі өзен, иә. Қазір соңғы мәліметтер бойынша көрсең, Амазонка өзені нілден ұзын өзен ретінде саналып есептеліп жатыр. Яғни, бірақ енді алдағы уақытта ұбытта келсе ніл деп белгілей бересіздер. Сонда да енді соңғы жаңартылған деректер бойынша Амазонка ең ірі су мол, әрі де ең ұзын өзен ретінде көрсетіліп жүр. Көрсетілді, яғни жақсы. Бізде Амазонка айтпақшы Латын Америкасында орналасқан өзен. Демек, дұрыс жауап ретінде естиді келеді. Төртінші өзеніміз Об өзені. Міне Амазонка демек Латын Америкасында. Төртінші өзеніміз Об өзені. Об міне. Обты егерде бірінші сабақта көрсеткен болатынбыз. Ол бізде не? Солтүстік мұзды мұхит өзені екен, иә? Солтүстік мұзды мұхит алабына жататын өзен деп айтайық. Сол кезде нақты болады. Одан кейін бесінші өзеніміз Маккензи. Маккензи қаяқта? Маккензи ол бізде солтүстік Америкада. Не, Маккензи өзені. Қай жаққа құяды? Не, Бофорт теңізіне, яғни ол бізде солтүстік мұзды мұхитқа. Жауаптан тастай береміз. Бізде алтыншы өзені Лена. Лена өзені бізде Евразияда, иә. Міне, Лена. Көрдіңіздер ме? Бізде қай жаққа құяды? Солтүстік мұзды мұхит алабына жатады екен. Жетінші өзеніміз Янцзы. Янцзы ол бізде қай жерде? Янцзы Евразияның шығыс бөлігінде. Міне, Хуанхэнің оңтүстігінде орналасқан. Хуанхэ де Янцзы де Қытай жерінде алып жатқан өзендер, иә. Демек, бұл не? Латын Америкасында емес, Евразияда. Одан кейін Миссисипи. Миссисипи қаяқта бізде? Миссисипи солтүстік Америкада. Мексика шығанағына келіп қойып жатыр. Неге тиесілі? Атлант мұхит алабына тиесілі. Көп тұстар, иә? Миссисипи. Ол енді қастарына сіздерге көмек ретінде жазып шығайын. Демек, біз дұрыс жауап деп болады. Бір жауап болады екен, С.
Нисей Еуразияда, Хуахэ Еуразияда, Амазонка оңтүстік Америкада, Еуразияда, Маккензи солтүстік Америкада, Лена Еуразияда, Янцзы Еуразияда, Миссисипи солтүстік Америкада. Демек көрсетілген өзеннің ішінде тек қана бір аққан өзен оңтүстік Америкада болып тұр. Сол үшін жауап ретінде Амазонканы белгілейміз.